Бұл сіздің телескопыңыз. Инженерлік ойдың ғажайыбы. Зерттеу орталығы. Өткен шаққа назар аударып, үлкен жарылыстан кейін түзілген алғашқы галактикаларды зерттеңіз. Бөтен жұлдыздар айналатын экзопланеталар атмосферасына үңіліңіз. Зерттелмеген, белгісіз және елестемейтін нәрселерге көзқарасыңыз. Тарихтағы ең үлкен, ең күрделі және кешенді ғарыштық телескоп. Ол әлем және ондағы орнымыз жайлы түсінігімізді өзгертеді. Джеймс Уэбб ғарыштық телескопы. Бұрын соңды ғарышқа шығатын ең үлкен негізгі айнамен жабдықталған. 6,5 метрлік айна Хаббл ғарыштық телескопының негізгі айнасынан 6 есе үлкен. Уэббтің 4 заманауи инфрақызыл аспабы мен камералары өте төмен температурада жұмыс істейді. Плутон бетіндегіден суық. Бұл үшін ең үлкен ғарыштық күнқағар қолданылады. Күн, жер және ай қызуын тұтатын теннис алаңдай 5 қабат жылу экраны. Уэбб әлемдегі ең алыс галактикалар жарығын тіркейтін алғашқы телескоп болмақ. Бұл алғашқы галактикалар шамамен 13,5 миллиард жыл бұрын үлкен жарылыстан 300 миллион жыл өте түзілген. Уэбб әлем жайлы ең іргелі сұрақтарға жауап іздеудің озық технологияларына ие. Алғашқы галактикалар қалай түзіліп дамыды? Басқа планеталарда тіршіліктің құрамдас бөліктерінің химиялық іздері бар ма? Біздің күн жүйесі ерек пе? Мұндай үлкен телескопты ғарышқа ұшыру керемет инженерлік міндет. Кез келген зымыран ішіне сыю үшін Уэбб тым үлкен. Инженерлер оны оригами сияқты бүктеп, диаметрі 5 метрлік еуропалық Ариан 5 зымыранына сыйғызды. Ұшырылған соң, жердегі басқарушылар Уэббті қашықтан жаяды. Жаю күрделі балет. 3 апталық мұқият жұмыс. Осы нәзік биден кейін Уэббтің алтын айналары әр 6 бұрышты сегменттің артындағы қозғағыштар көмегімен дәлденіп, біртұтас идеал айна құрайды. Аспаптар салқындаған соң зерттеу басталады. Уэбб теңдессіз технологиялық сынақ. Құрама Штаттар, Канада және Еуропадағы мыңдаған адамның күш-жігерінің туындысы. Джеймс Уэбб ғарыштық телескопы. Сіздің телескопыңыз. Зерттеуге қолданыңыз. Жаңа теориялар жасаңыз. Бұрын байқалмаған кереметтерді көріңіз. Әлемнің көркі мен құпиясын және ондағы орнымызды бірге ашайық.